Жарты жыл бұрын Алматы қаласында тұңғыш қазақ ұялы телефондарын жасайтын зауыт ашылды. Әрине бұл жаңалық бәрімізді қуантқан еді. Бірақ та біршама уақыттан кейін арыздар түсе бастады. Яғни бұл қылмысты ашу үшін біздің полиция қызметкерлері және біздің бағдарлама жұмыс істей бастады. Осы жақында біздің бөлімшеге бірнеше арыз түскен. Ол арыздар осы Қазақстанда алғаш рет шыққан ұялы телефон жайында. Сол ұялы телефонда дұрыс жұмыс істемейді, өз ісін атқармайды. Басқа сөзбен айтқанда нашар ұялы телефондар болып келеді. Мен өзім осы ұялы телефонды сатып алдым. Міне осы шыны керек болса, ол өте нашар. Бірақ бағасы қымбат, 68 000 теңге тұрады. Енді өте нашар ұялы телефон. Енді бұл іспен айналсамыз, ақша ақталады деп ойлаймын. Мынау ұялы телефон арқылы мен мысалы жұмыс бабымен Ресейге, Қытайға, басқа да қалаларға барам. Ол жақта қарапайым халық маған айтып атады: "О, сендерде жақсы осындай ұялы телефон шығарады, сендердің елдерің дамып келе жатыр, сендердің өздеріңнің шығаратын заттарың бар" деп атады. Бірақ бір жағынан келгенде олар мені білмейді ғой, түсінбейді. Бірақ мына телефон шынын айтқан кезде сапасыз. Мысалға SMS жіберсең, жібергеннен кейін 2 сағаттан кейін жетеді. Біреу жіберсе 3 сағаттан кейін келеді. Біреуге телефон шалсаң 3 сағаттан кейін күдік барады. Міне, тіпті сапасы жоқ деп айтсайды. Енді мен сол үшін мына телефонды шығарып атқан фирмаға, сатқан адамға және директоріне арыз жазып отыр. Біздің лабораторияға полиция қызметкерлері мынандай ұялы телефон әкелді. Біздің қызметкерлер бұны тексерісте өткізіп, мынандай пікірге келдік. Бұл ұялы телефондардың басқа телефондардан айырмашылығы жоқ. Сапасы жағынан, техникасы жағынан бәрі бірдей. Бұның бір ғана айырмашылығы өмірі 2-3 сағатқа кешігіп жүреді. Өйткені бұл Қазақстанда жасалған. Білесіз, қазақтар өмірі 2-3 сағатқа кешігіп жүреді. Ұялы телефондар да біздің қарапайым қазақ халқы сияқты 2-3 сағатқа кешігіп жүретіні сондықтан. Кешіріңіз. Сіз түсінесіз бе? Маған қазір кедергі істеп жатсыз, білесіз бе? Бір-екі сұрақ. Қайда бір-екі сұрақ, мен жаттығу істеп жатырмын, түсініп тұрса? Таң атпастан сұрақ қойып. Сіз ба не жаңа ұялы телефон жасайтын директорының зауыттың директоры сіз боласыз ба? Мен болам, не болды, айтыңыз. Сол сіздің ұялы телефондарыңыз өте сапасыз ғой. Білесіз бе соны? Мен кейінге де естіп жатырмын, біздің компанияның жаңағы шығарған ұялы телефоны 2 сағатқа кешігіп барады екен. Жаңағы сөйлескенде егер қоңырау шалса, SMS-і 2 сағатқа да кешігіп барады екен. Оған жаңағы баланс дейді ғой, жаңағы бірлік салса да 2 сағатқа кешігіп түседі екен. Түсінемін, оны түсініп тұрмын. Енді өзіңіз түсініңізші, біз қазақпыз ғой. Біз қазақ халықпыз өзіміз осындай. Қазақ халқы біз өмір кешігіп жүреміз, дұрыс па? Ол содан кейін сондай болып кешігіп шыққан. Арнайы ол телефон, ұялы телефон сонда кешігіп шыққан. Сондықтан бұл жерде мен күнәм жоқ ешқандай, жарай ма? Ешқандай мен күнәм жоқ. Мен жаңа неғымай ақ қойдар. Күнәлі тағы бір деңгейде маған айтып қойып қойдар, жарай ма? Сонда сіз күнәлі болмасаңыз, енді басқа бір күнәліні табу керек қой. Кім күнәлі сонда? Кім жасады сол ұялы телефонды? Ол ұялы телефонға күнәлі, соны ойлап шығарған жаңа кім? Біздің инженер, бас инженер. Сол күнәлі, мен ешқандай күнәм жоқ. Тек қана сол күнәлі, сіздің күнәлі жоқ? Жоқ, ешқандай күнәм жоқ. Оның аты қандай бұл? Оның аты Арман. Арман, инженер, бас инженер ма? Бас инженер Жолдыбекұлы, Арман Жолдыбекұлы. Арман Жолдыбекұлы. Бәрі сұрақ соған қай жерден оны табуға болады? Мен білмеймін оны. Кабинетін, телефонын бере алмайсыз ба? Ештеңе білмеймін, ол қазір қашып жүр, менен дағы бәрі. Сонда тергеуге көмектескіңіз келмей ме не? Жоқ, көмектескім келген емес, ол полиция мүшелерінен, жаңағы менен бәрімізден қашып жүр. Жарай ма? Жарай, жақсы сау болыңыз. Жарай, онда рахмет. Сау болыңыз. Жарай, жақсы сау болыңыз.